мәтінге қарап өтсек, бұл жерде назар аударатын кейбір жалғаулар, қосымшалар бар. Бұл салонда, куафөр, негізі шаштараз салонда. Merhaba, kolay gelsin. Selametsiz bе, іске сәт. Buyurun efendim. Marhabat, hoş geldiniz, hoş gelipsiz. Saçımı boyatmak istiyorum. Şaşımdı boyağım keledi. Çok bekleyecek miyim? Көп күтемін бе? Sizden önce bir kişi var. Sizden aldığınızda bir kişi var. Buyurun, oturun. Өтінем, отырыңыз. Tamam, bekliyorum. Жарайды, күтейін. Size çay ikram edelim. Sizge çay ұсынайық. Çay bereyik. Teşekkür ederim. Рахмет. Bu жерде біз назар аударатын тұлға, мына жердегі икрам etmekteki edelim. Етейік дейді. Çay ұсынайық, çay bereyik sizге. Buyurun hanımefendi, sıra sizde. Өтінемін, келіңіз, hanımefendi, негізі әйел адамға қарата айтылатын сыпайы сөз. Кезек sizde. Nereye oturayım? Қайда отырайын? Айын деді. Отырайын. Мына жерде ұсынайық деді. Біз ұсынайық. Şöyle buyurun. Mına жерге келіңіз. Sağ olun. Рахмет. Saçınızı hangi renge boyayalım? Шашыңызды қандай түске boyayық? Тағы да алым. Boyayық деп сұрап тұр. Siyaha boyayın. Қара түске boyаңыз. Hemen boyuyorum. Дереу boyayın. Çok güzel oldu. Өте әдемі болды. Elinize sağlık. Қолыңызға Құдай қуат берсін. Size çok yakıştı. Sizге өте жарасты. Sağ olun. Рахмет. Borcum ne kadar? Қанша қарызбын? Қанша беремін? 30 lira efendim. 30 lira. Efendim бұл жай сыпайы сөз. Buyurun. Мінекей алыңыз. Берекет versin. Bereketin bersin дейді ақша алған адам. Size çay ikram edelim dedi. Жаңа біз айтқан мына жердегі edelim. Nereye oturayım? Қайда отырайын? Ayım. Saçınızı hangi renge boyayalım? Шашыңызды қай түске boyayық деген кезде біз жалпы қалау райының немесе кейбір кітаптарда, кейбір немесе ғалымдардың пікірі бойынша ол қалау емес, ол бұйрық рай дейді. Кейбір ғалымдардың пікірінше жоқ, адам өзіне өзі бұйрық бере алмайды, сондықтан ол қалау дейді. Сонымен қалау немесе бұйрық райдың бірінші жақ жекеше және көпше жалғауларын қарайық. Бірінші жақ жекешеде жаңа көрдік айым, eyim. Дауыс сыздардан кейін. Егер дауыстымен бітетін болса етістігіміз, онда әуелі е, сосын барып айым, алдымен е, сосын барып ейім. Yayım, yeyim болды. Oturmak, жаңа неді? Қайда отырайын деген кезде отырайым деді, деп айтты. Gelmek, geleyim дейтін болса қалай айтады? Geleyim. Ben geleyim, ben oturayım, ben yapayım, ben göreyim. Ал дауысты түспен бітетін болса başlayayım, бастайын. Негізі мына жерде екеуін бөлек көрсету керекпіз. Күтейін, bekleyeyim, күтейін, bekleyeyim. Ал бірінші жақ көпше түр болатын болса, көпше, онда алым, елім, дауыссыз дыбыстардан кейін, дауысты дыбыстардан кейін еді. Жазып қояйық. Ялым, елім, дауысты дыбыстардан кейін болады. Олай болса, отырайық дегіміз келсе қалай айтамыз? Отыралым. Келейік дейтін болса, geleyim.
Бастайық дейтін болсақ, башла-яйым. Башла-ялым біз ғой. Менге кетіп қалдым ғой. Мынау да дұрыс емес. Келейім. Башлайалым. Келелім болу керек еді мынау. Келелім. Олай болса, башлайалым, бастайық. Bekle. Елім. Күтейік. Болымсызын қалай жасаймыз? Oturmayayım. Oturmayayım. Oturmayın. Gelmeyin. Gelmeyeyim. Bastamayın. Başlamayayım. Kütmeyin. Beklemeyeyim. Biz deйтін болсақ, отырмақ дейін. Отырмайалым, отырмайық. Келмейік, gelmeyelim. Бастамайық, başlamayalım. Күтпейік, beklemeyelim. Біз beklemeyelim. Сұрағына да қарап шығайық. Ben oturayım mı? Oturayım ба? Немесе болымсызда oturmayayım mı? Biz болымда жасайық. Oturalım mı? Biz oturmayalım mı? Отырмайық па? Деп осылай жіктейміз. Жіңішке, мысалға, ben geleyim mi? Geleyim ба? Ben gelmeyeyim mi? Gelmeyeyim ба? Biz gelelim mi? Geleyik би? Келмейік пе? Gelmeyelim mi? Я, бұл әрине біздің бұл жерде айтып отырғанымыз ережесіне, заңына сәйкес, әдеби тілде, емлеге сәйкес айтылуы және жазылуы. Бірақ біз ауызекі тілде, мысалға, отырайым дегенді отырайым. Болымсызын отырмайым деп те ести береміз. Отырайым, отырмайым. Әсіресе дауысты дыбыспен біткен кезде, мысалға, негізі башла-яйым деуіміз керек қой. Ал ауызекі тілде башлайым деп естисіздер. Естуіңіз кейбір адамдар осылай жазуы мүмкін. Әрине бұл қате, бірақ ауызекі тілде айтылған кезде осылай айтыла береді. Башлайым. Ben başlayayım деп айтпайды, ben başlayayım деп айта береді. Күтейін мысалға. Bekleyeyim. Қысқаша, bekleyeyim деп айтып немесе жазып та жатады, бірақ емледе негізі бұлай жазылуы дұрыс емес, жазылуы бұлай, міне бұлай, бірақ ауызекі тілде айтып өткендей, başlayayım,
бекірейін, сұрақ сұраған кезде де башлайын ма, бекірейін ме деп айтып немесе жазып жатады түріктер.